Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін қамыры 10 минутта дайын болатын, өте оңай жасалатын, жұмсақ болып шығатын, дәмді бауырсақ дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап бірге болыңыздар. Алдымен бізге жылы айран қажет болады. Оған ас содасын саламыз, кішкентай қасықпен толтырмай. Одан кейін араластырып, алып қоямыз 5 минуттай уақытқа. Бұл жерде содамыз бен айранымыз реакцияға түсіп, айранның көлемі ұлғая бастайды, видеода көріп тұрғаныңыздай. Одан кейін шамасына қарай тұзын және де қантымызды саламыз. Мен описанияға мөлшерімді жазып кеттім. Өздеріңіздің қалауыңызша қантты одан да көбірек салсаңыздар да болады. Жақсылап араластырып, оның үстіне бір жұмыртқамызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Ал оған дейін достар, рецепттерім ұнап жатса лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Оның үстіне қажет мөлшердегі ұнымызды саламыз. Ұнды шетінен елегіштен өткізіп салған дұрыс. Алдымен қасықпен жақсылап араластырып, шетінен саламыз ұнымызды. Одан кейін қолымызбен жақсылап елеп аламыз. Жұмсақ жабысқақтау қамыр шығатын болады. Енді қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге 10 минутқа алып қоямыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Астына ұн сеуіп, жайып алатын боламыз. Қалаған формаңызбен кесіп жасасаңыздар болады. Кесіп алғаннан кейін мен бетін жауып 5 минутқа алып қойдым. Негізі бірден пісірсеңіз де болады. Бірден пісіргенде де дәл осылай көмпейіп пісетін болады. Енді қызып тұрған майда оттың асты орташа деңгейде бауырсақтарымызды пісіріп аламыз. Оттың астын қаттыға қойсаңыздар, қапыл пісіп ортасы шикі болып қалуы мүмкін. Сол себепті сақ болыңыздар. Мінекей көріп тұрғаныңыздай бауырсақтарымыз өте әдемі болып көмпейіп пісіп жатыр. Сіздерде де дәл осылай болып шығатынына сенімдімін. Тез осы рецептпен жасап көрсеңіздер болады. Өте оңай жасалады. 5-тің шайына, таңғы шайға жасасаңыздар да болады. Мінекей біздің бауырсақтарымыз дайын болды. Ортасы толықтай пісіп, жұмсақ көмпейіп пісті. Сіздерге де кеңес етемін, жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар. Келесі рецепттерде кездескенше.